Сәлем достар, алдыңғы сабақта жалғастырамыз. Бізде user сервисінің ішінде бұрын метод split деп аталатын. Split time and split minutes and message деген ба, сондай бірдеме болды. Бірақ оны мен parse reminder message деп атадым, себебі ол жақсырақ келіседі, және біз енді array қайтармаймыз. Біз объект қайтарайық. Сол кезде мына жерде минус дейміз. Мына жерде message дейміз. Және мына жерде де minutes. Және де message. Объектке айналды. Енді біз бұлай жасайық. Егер splitted 0 болмаса емес, егер splitted.length 0 болса, да? Егер 0 болса, false болады, 0. Емес дегенді қоссақ, значит, бұл true болып кетеді. 0 болған кезде, true болады, значит. Has no time деген енді негізі дұрыс емес, себебі ол тек қана time болмағанда емес, вообще ішінде пробел болмаған кезде болатын жағдай негізі. Немесе мына сплиттің бір проблемасы бар. Яғни пробелдарды бөледі. Пробел вообще болмаса, ішіне тек қана бір элемент болады. Яғни бұл как минимум 2 не болу керек, да? Меньше 2 болған кезде ошибка болады, да? Так, wrong message тек қайтарсақ та болады. Must be in format of мынандай ішіне қойсақ жаза беруге болады. Егер одиночный қойсақ, онда ол мына string мына жақта бітті, мына жақта бітті деп ойлап қалады, да? Сол үшін басқа кавычка қолдану керек. Minutes message. Так, example берейік бәкені. Да, берейік. Келесі линияда берейік, бірақ. For example. $18 minutes. И мына жерде message. Remind me about taking a break. Так, осы жұмыс жасау тиіс. Алдындағы ошибканы кетіру керек, негізі. Көрейік. Сонда да ошибка шығып тұр. Қазір message, context message from ID деген жерде проблема болып тұр. Context message from ID қате болып тұр. Cannot read purpose of undefined reading message. Get user ID-ні біз қалай қолданып отырық мына жерде? Мына жерде контекст беруге ұмытып кеткенбіз. Манадан бері сонда алдыңғы сабақта құлап отқан осының себебі болған. Енді мына жерде ұрысып жатыр. В общем, біз помните, объект қылдық қой мынаны. Бірінші минут, сосын message. Соған ұрысып жатыр. Себебі мынау array болып тұрды, да? Array'ді парсить етіп отырдық. Енді message'ді былай алған кезде, мынау message уже бар деп жатыр бізде.
либо ананың атын өзгертеміз, либо мынаның атын өзгертеміз. Я думаю, лучше будет, если біз мынаның атын өзгертсек, текстеп просто. И мынаны message десек. Мынаның ішіне кірген кезде тоже message болсын. Мынау да message болсын. Notes'тың ішінде тоже там өзгертуге болады, алдында айтқандағыдай. Бірақ осы жұмыс жасай ма, көрейік бірінші. Рестарт жасалды. Міне remind at invalid date created at 18 деп тұр. И message. Бірақ бұл invalid date'ға қазір көңіл бөлмесек болады, потому что біз add reminder'ды әлі дұрыс жасаған жоқпыз. Util add minutes-та бізде проблема бар деген сөз. На date.getTime плюс minutes new date дейді. Мына жерге біз user ID-ні бері қолданбағанбыз. Так, енді көрейік. Мына жақта біз не беріп жатырық, чтобы ол қиналатындай. console.log minutes. Біз негізі 0 жіберу керек едік, бірақ мына жақта undefined деп тұр. Естерінде ма? Біз мына жақта так, user сервистің ішінде ма ол? Мына жақта біз 0 жібергіміз келген еді, бірақ ол undefined болып тұр. Яғни біз наны қайтарып тұрған жоқ, біз наны қайтарып отырық, получается. Каким-то образом. Сол үшін біз давайте бірінші split'ті көрейік. console.log. То есть осы жерде ма ошибка, соны тексерейін деп жатыр. Split'та ма баг или жоқ па? Split, мне wrong message деп шығып жатыр, значит мына жақта несі азырақ, екіден. Мынау получается пустой массив, splitted деген. Точнее пустой массив емес, массив ішінде бір элемент бар, ол элемент ол пустой string. Ішінде ешқандай знак жоқ. И сол үшін ол мына объектті қайтарып жатыр. Мына жаққа келеді, мына жақта мынау 0, мынау пустой string. Мына жаққа жібереді мынау 0, мынау пустой string. Негізі сосын add reminder'ға кірген кезде так, user ID minus message, user ID minus message. Енді минусты шығарсақ, мына жақта уже undefined болып тұр. Өте қызық, по идее. Екеуі де undefined еще. Мына жақта көрдіңдер ма? Message'ді қарасаңдар, тоже undefined болып тұр. Хотя пустой string жібердік негізі жерде. Сол үшін мына жақта тағы да консоль жасайық. Давайте бүйтіп айтайық. Inside command деп қояйық, чтобы шатаспас үшін. Әйтпесе қайықтан қандай логтар болып отқан түсінбей қаламыз. Олардың бәрін алып тастаймыз, просто бұл дебаг жасау үшін ғана да. Minutes and message. То есть user сервисі add reminder'ға біз не жіберіп отқанымызды тексеріп алайық. Inside command undefined. Мына екеуі де undefined болып тұр. Окей, қызық. Minutes message. Minutes message. Біз білеміз, что ол по-любому мына жаққа кірді, потому что мына console error шықты, көрдіңдер ме? Мынау шығып тұр ғой. Бірақ мынаны қайтарып отыр, undefined. Давайте битик const result тик return result и console.log inside parser, но парсер ғой, по сути parse reminder message деген. Inside parser
result. Окей, сохранить. Енді тағы да сөйлейміз. Inside parser object деп тұр. Сол үшін біз давайте бұны JSON stringify жасайық. Inside parser minutes 0 message пустой string. То есть, по идее, мы уверены, что біз мынаны return жасаймыз. Из-за того, что асинхронный, блин, асинхронный болған үшін ол мына жақта промис қайтарады, и значит оны await жасау керек еді. Анан первое решение мынаны қосуға болатын еді, второе решение просто async алып тастау. Так как ішінде біз await қолдамаймыз, просто алып тастаймыз async-ті. И вот осындай багтар болады, кейде қиын табу себептерін. Сондықтан абай болыңдар, await, async деген нәрселерге қай жерде қандай функция шақырып отқанын біліп тұру керек та всегда. Так, минус, енді бұл проблема болмау керек. Міне, no implementation. Ол not implemented уже баяғыдан шығып отыр екен. Вот, енді бізде бәрі нормально. Minutes, message. Енді мыналардың бәрін алып тастайық. Уже керек емес. Сосын мына жақта бізде мынау бар. Мынаны сразу return жасайық. Сосын я хочу типа сделать так. Тағы да бір жерде лог болған сияқты еді, да? Мынауға. Енді мына датаны біз көрейік, да? Тек қана осыған ашығанды көрейікші. Енді мынау нәрсе бізге кәдімгі ответ ретінде қайтатын қылып жасау керекпіз, да? Так, мына жерде тағы да бір нәрсе шығып жатыр. Мынау splitted, да? Бәсе. Мынаны біз ответ ретінде қайтарайық, да, чтобы user көрсін. Вот мен не в тему сообщение жіберген. Оны қалай жасасақ болады? Мынаны аламыз, мынаны алып тастаймыз. Throw new error. Ой. И осыны вставлять етеміз, да? Мынаны алып тастаймыз. Что это означает? Біз мына жақтан новый ошибка создавать етіп отырық, и оның месседжі мындай болады деп отырық. И мына функция заканчивается ошибкой. То есть мынаны шақырған адам мына жақта parse reminder message былай try жасау керек, да? Чтобы сол ошибка болған кезде оны словить ету үшін. Егер ошибка болмаса, все хорошо. Типа, мынау жалғаса береді, да, мынау код. Бірақ егер ошибка болса, онда catch жасау керек. Из-за того, что біз мына блоктың ішінде const деп создавать еттік, да? Қазір, мына жақта хендлить етеміз. Мынаны түсіндіріп кетейін. Из-за того, что біз мына жерде создавать еттік const деп. То есть, мына minutes пен message тек қана мына блоктың ішінде ғана существовать етеді, да? Сол үшін мына жерде ұрысып жатыр. Minutes пен message'ті қайдан алдың? Бұлар жоқ қой дейді, да? Сондықтан біз бүйтеміз. Const minutes и message. И мына жақта const'ты алып тастаймыз. Походу бүйтіп жасау керек. Result parsed reminder message. И мына жақта получается it doesn't make sense, по идее. Былай жасау болмай ма? Minutes. Мынау const қой. Let'ке ауыстыру керек. Minutes message. The question of statement. This follows a block of statements, so if you intend to write, you might need to wrap the whole assignment in parentheses. Типа былай ма?
Прикольно. Былай жасау керек дейді. Из-за того, что сен мына жақта создавать еттің, потом мына жақта уже дистракторың жасап отқан үшін сен мынаны жақшаның ішіне қой деп жатыр да. Ну, окей. Главное, жұмыс жасау болды бізге. Енді мынау ошибка болған кезде біз не істейміз? Context.reply error.message. То есть біз мына жақта сұрау жасаған кезде ішінде мынаны береміз ғой. Ол сол error'ның ішінде message деген филд бар. Соған сохранить етіп осыны. То, что мы какой string сюда передали, соны message деген филдқа сохранить етіп. Сондықтан біз оны осы жақта қолдана аламыз. Но есть прикол в том, что эта функция же может упасть по другой причине, по другой ошибке. Мысалы, ішінде бір функция қолдандық, мысалы, number деген қолдандық. Соның ошибкасы болуы мүмкін. То есть не факт, что по идее именно осы string шығады. Понимаете, да? Например, келді. В принципе, сейчас можем даже это показать на примере. Так, бірінші успешный варианты көрсетейік. Вот, wrong message must be informed of minutes. И еще тут прикол в том, что мына жақта біз return жасамағандықтан мынаны да шығарып жатыр, да? То есть at reminder да шақырып жатыр и await context reply да шақырып жатыр. Поэтому, если мы не хотим больше ничего делать, то должны return делать. Сол кезде мына not implemented шықпау керек. Вот, тоқтап қалды. Енді қалай жаңағы басқа ошибка несі шығады? Көрейік. Ана жақта бірінші бізде сан күтеді ғой. Мына жерде number'ды күтетін болғандықтан, мынау number болмаса, мынау ошибка болу керек та негізі. Давайте s дейік мысалға и message дейік. Мына жақта минустың орнына сөзбен минус деп жазайық, например. Ошибка бола ма? Ошибка болған жоқ та. Значит, мына жаққа string болса да қабылдай беретін болып тұр ғой, получается. Number деген функция. Но number деген функция не андай string болса да қабылдай береді екен. Көрейік енді. Тағы да пустой string жіберейік. Міне қараңдар. Пробел. Тағы да пробел жіберем да. Значит, мынаны пустой string қылып қабылдайды. Мынаның ішіне пустой string келеді. Message. То есть біздің немізді әртүрлі ошибкалар бола ма болмай ма тексеріп жатырық та, чтобы юзерлар қандай не жасса да біздің ботымыз құламайтындай и как ожидается жұмыс жасау үшін. Солай тест ету керекпіз біз. Мысалға IT компанияларда QA деген позиция бар. И QA деген позиция это Quality Assurance. Ол адамдар продуктты наоборот сындыруға тырысады, ошибкаларын табуға тырысады. И сөйтіп сосын олар сол арқылы өздерінің жаңағы продукттарын точно нормально жұмыс жасайды екенін тексереді. Потому что адамдар қолданған кезде әртүрлі нәрсені басады, әртүрлі нәрсе жібереді. Мысалға, кішкентай бала болуы мүмкін, үлкен адам даже түсінбеуі мүмкін, қалай қолдану керек екенін. Мысалға да, ол инструкцияны оқымау мүмкін и так далее. Біз өзіміз бұл кодты жазып жатқандықтан, біз өзіміз білеміз да, ол қалай жұмыс жасайды екен. Поэтому біз дұрыс сообщение жібереміз, дұрыс кнопкаларды басамыз и так далее. Но басқа адамдар с нуля келген кезде олар көп нәрсені түсінбейді, поэтому ожидаемо, что біздің продуктымыз, жаңағы апкамыз құлап қалуы мүмкін. И осылай тексереміз, получается, әртүрлі нелерге. Мысалы, мына жақта қараңдар. Бір invalidate болды, мысалы, мына жерде нені жіберген кезде, предыдущее сообщение. Когда string'ті жіберген кезде, invalidate болды. Бірақ пустой string жіберген кезде уже нормально болды. Пустой string'ті ол 0-ге айналдырады, получается, 0 минусқа айналдырады. Number деген. Бірақ я ондай болмасын дейік, чтобы бізге string болса, мына жаққа numberға кіргізбейік. Давайте сонда тексерейік. If splitted if splitted 0 жалпы етейікші. Const minutes
равняется splitted 0. Да. Блин, ладно. Былай істей берейік. If splitted нулевой, number точка. И мына жақта әртүрлі методтар бар. Осы жақтан біреуін қолдана аламыз ба? Мына жақта міне is мынау не ол? Is safe integer деген ол. Safe integer не екенін білмеймін. Is integer деген бар міне. Is integer. Так, сосын не бар? И мына жақта еще parse int деген бар еще. Оны оқиық. Қайсысын қолданған дұрыс екен? Convert a string to an integer. String to convert into number дейді. Біріншісі параметр, екінші eval between them. Қандай неге айналдыру керек? Так. Давай бірінші тексерейік. Is integer тексерейік. Даже safe деген, наверное, даже лучше будет, чем обычный. Is safe integer. Егер safe integer болса, онда біз айтамыз, болмаса, точнее болмаса, мынаны қайтадан жібереміз. Integer. Мынаны қайтадан жібереміз. Поэтому біз мынаны аламыз да. Const wrong message error равняется мынау дейміз да. И мына жақта сұрау именно осыны лақтырамыз. И мына жақта тоже соны лақтырамыз. Или же мы можем сделать так. Это or применить. Если мынау болса, или мынау болса, онда мына ошибканы лақтырамыз. Так, сосын мына жерде уже бәрі нормально болады. Мына нулевой деген нормально болады. Так. Так, бұл нормально бұл жері. Давайте тексерейік енді. Пустой не соңғы. Пустой. Так, пустой қате деп айтты. Енді мынандай. Тоже қате деп айтты. Отлично. Енді давайте кәдімгі не жіберейік. Сан. Бірақ не месседжсіз. Wrong message. Көрдіңдер ма? Потому что месседж жоқ дейді. Но бірақ мындай нәрсе бар. Remind 1 и пробел десем. Success. Жоқ, success болған жоқ па? Классно. Это тогда отлично. На яхта, значит, split соны алып тастап тұр. Енді нормальное сообщение. Remind 1 message. Бізде тупо всегда қате жібереді екен ғой. Так, көрейік, в чем проблема? Splitted-ті қарайық бірінші. Console.log split. Всегда қате жібереді. Мәз болып отсақ. Splitted деген ол 1 и message деп тұр. Бірақ мына жаққа келген кезде splitted length неше? 2. 2-ден кіші ма ол? 2? Жоқ, кіші емес. Давай бүйтейік.
splitted.length плюс мынаны да жіберейік. Но бірақ мен билеп белгісіз жібердім. То есть мынау true болса, мынау false болады, мынау false болса, мынау true болады деген сөз ғой. То есть мынау false болып тұр, значит мына жерде мынау true. Значит safe integer деген не канает. Safe integer деген значит стрингтарды қабылдамайды. Онда просто is integer дейік. Или ол чисто numberларға жұмыс жасай ма, стрингтарға емес. Көрейік. Да, мынада проблема болып тұр. Так, енді біз қалай істейміз? Мына жақта басқа не қолдану керек бізге, получается. Is stacks parse int type date. Так, бір проверка керек еді бізге. Мынаны қолданып көрейік, is нанды. Бірақ мына жерде is none деген not a number деген сөз ғой. Returns a boolean value that indicates whether a value is a reserved value. None, not a number. Unlike the global is none, number is none, doesn't first convert to a number. Only values of the type number are also none without intrude дейді. Жоқ, бұл емес тоже. Parse int дейік, онда eval between a string to current to number. Ладно. Наны онда былай жасаймыз. Number.is integer қараңдар. Бірінші аламыз да мына санды парсить етеміз, int қыламыз да. То есть сан ғой, integer деген ол бөлшексіз сан. Бүтін сан, точнее, бүтін сан. Целое число. Сондай қыламыз, сан қыламыз. Содан кейін оны тексереміз. О, integer ма, жоқ па? Егер мынау fail болса, яғни бір ішінде бір нефтем бір сан келсе, string просто сөз келсе, онда ол ошибка болады ғой. Но, значит, integer емес деп айтады, и, короче, қылау керек. Идея сондай. Көрейік енді, насколько правильно. Окей. Енді басқа тест жасап көрейік. Remind message. Аха. А егер просто пробел. Remind пробел message. Окей, хорошо. Так, в принципе, пока нормально. Так, тексерейік неге? Санға кәдімгі 0 деп көрейікші. Все, жақсы. Так, енді мынаны біз аламыз да мына console log'ты алып тастасақ болады. Мына жерде number is integer %0. Онда біз мына жерде бүйтіп айта аламыз. Const minutes тем болады. Minutes. И мына жерде тоже now уже minutes болады тупо. Бірдей болғандықтан сразу бүйтсек болады. И все, по сути. Енді not implemented болып тұр. Add reminder'ды жасап көру керек. Add reminder'ның ішінде біздер
датаны создавать етіп жатыр. Давайте дата, консоль-логта дата шығып жатыр, міне нормально шығып жатыр ма? Дата бәрі нормально. Енді осыны біз юзердің файлын алу керекпіз. Get user data. Бұлай да, get user data, user ID, const user data, await, user data точка remind user data қайда? Get user data notes'тың ішіне reminders осыны қосамыз. Reminders точка push data. Мына жақтағы даталарды удалить. Дата. И получается уже дата болу керек. Енді save жасау керек. Const керек емес. Await save user data. Const updated. Жоқ. Просто user data алабыз. И все, в принципе. Енді reminder saved. Note saved дедік па баяғыда, негізі біз қандай месседж болды? Note has been saved. Ну давай reminder has been saved. Перфекционист болсаң осы. Так, енді ана жақта бір ошибка шығып тұр. Data argument must be of type string. Да, кстати. Ана жақта must be of type string. Біз нас save жасатқан кезде get user data. Жоқ қайда? Add reminder. Save user data. User ID и data екен, блин. User ID. Окей, ошибка жоқ. Мынаны қараймыз. Mi дата 0 болғандықтан на екі тең, да? Қашан создавать етіледі, сол reminder тоже сол уақытта. Ну, ремайндерді қосамыз да болашақта. Давайте тағы да қосайық. Mi тоже. Ну, бәрі бірдей болмасын деп, remind 15 хи болсын. 15 минут қосты ма? 21 болды, 36, все, тема. Так, енді бұл жұмыс жасап тұр. Енді бізге тек қана сейф керек емес, потому что сейф ол ноутста бар, и так-та. Бізге именно remind жасайтын таймер керек, да? Оны келесі сабақта жасаймыз. Және де осы сабақта біз давайте быстро проверканы қосайық. То, что minutes деген ол минус сан болмау керек. Тек қана позитивный сан болу керек или 0. 0 это девелопментқа удобно, да? 0 деп жібересің, сразу ремайдер келді ма жоқ па, соны тексеру үшін. Потом даже 0 дегенді алып тастауға болады, да? Енді біз бүйтеміз. If
if minutes меньше нуля, throw new error minutes must be positive number, positive integer даже. И мынаны шақыратын жерде тоже манағыдай try catch жасаймыз. Return context.reply error.message. Енді мына жерде remind жасап көреміз, негативный. Remind -15. Минус must be positive integer. Все, отлично. 0 болса жұмыс жасау керек. Все, отлично. Тема. Келесі сабақта енді таймер қосамыз, чтобы шынымен де месседж жіберу үшін.